Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін жаңа ертегілер тыңдауға дайынсыңдар ма? Түлкі мен тауық. Бір түлкі жортақтап тамақ іздеп келе жатып, биік ағаш басында отырған тауықты көреді. Тауықты алдап, қақпанына түсірейін деген оймен: «Тауығым-ау, тауығым, неғып отырсың биікте? Жерге түс, дос болайық. Намаз оқиық, ойнап күлейік, тілімді ал» дейді. Тауық болса: «Рас айтасың, түлкім, бесін намазының мезгілі болып қалыпты. Анау жерде имам жатыр, оята ғой» дейді. Түлкі қуанып кетіп, биіктегі тауықты жей алмасам да, жердегі тауықты жеймін ғой деп жүгіріп барса, бір тазы ұйықтап жатыр екен. Ол түлкіні тура қуады. Түлкі қаша жөнеледі. Тазы оны қуып жетіп, алқымынан алады. «Я, біреуге ор қазба, өзің түсерсің» деген міне осы